сіз келісім шарт жасаған компания банкроттық жағдайда болуы мүмкін, оның счеттарының барлығы блокта болуы мүмкін, сіз оны білмей, басқа екінші бір счетына немесе өзінің жеке счетына, таныстардың счетына, Alipay счетына ақша жіберіп қоюыңыз мүмкін. Бірақ ол поставщик бастапқы түрде сізге ешқандай тауар қоятын ой болмады, оның ой алаяқтық болды. Бұл жағдайда ең бірінші орында енді сіз полицияға хабарлайсыз. Егерде Қытайда адамдарыңыз болса, полицияға барып, ол жерде өтініш хат қалдырады. Ондай өтініш хатпен полицияға барғанда түбіне келген кезде ол адамнан ақшаны бір мезетте 100% өндіріп алу болмаған. Өйткені ол жақта да сот болады. Сотта сіз жеңсеңіз де сот үкім шығарып береді. Мысалы, мынау адам сізге қарыз, 100 мың юань қарыз, ай сайын 100 юаньнан, 500 юаньнан, 1000 юаньнан беріп тұрады деген үкім шығарып беріледі. Ал ол үкімді ертең ол азамат орындай ма, орындамай ма, орындаған күннің өзінде ол ұзақ айларға, жылдарға созылып кетуі әбден ықтимал. Сол себепті ақша жібермес бұрын бірінші мақсатта сіз тексеруіңіз керексіз, өзіңіздің поставщигіңізді тексеру керексіз, және де 100% алдын ала ешқашан ақша төлемеу керексіз. Тек қана тауарыңызды өзіңіздің қоймада алған кезде, өзіңіздің адам көріп, көз жеткізген кезде ғана қалған соманы ол жеткізушіге аудару керексіз. Осы өте маңызды жайттардың бірі болып табылады.